Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз туынды сын есімдер. Термин сөздердің ортографиясы. Жалпы осы тақырыптарды қарастыратын боламыз. Сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз заттың сынын, түрін, түсін, көлемін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Астында көріп тұрсаңдар кестеде мысалдар келтірілген. Бұл жерде яғни қандай, қай деген сұраққа жауап беретін сөздер берілген, оларға мысалдар келтірілген. Яғни белгілеріне келетін болсақ, түрі қандай дөңгелек, түсі қандай көгілдір, дәмі қандай қышқыл, салмағы қандай ауыр, сапасы қандай жұмсақ, көлемі қандай үлкен, күйі қандай құрғақ, затқа қатысты қай үй, шеткі үй. Осы кестені дәптерлеріне сызып, мысалдары мен сұрағын бірге белгілерін қосып жазып қойыңдар, дәл кестедегідей. Сын есімдер құрамына қарай дара және күрделі болып екі топқа бөлінеді. Дара сын есім бір ғана негізгі және туынды түбірден тұрады. Мысалы, терең, шыдамды, удай, тәтті, тебеген, бойшаң, тағы сол сияқты. Ал күрделі сын есімдер сөздердің қосарлануы арқылы және сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Яғни сөздердің қосарлануы арқылы жасалған күрделі сын есімдерге апалы жезделі, мая-мая, жап-жасыл, аппақ, көкпеңбек, тәп-тәтті, тап-таяз, жұп-жуас тағы сол сияқты сын есімдерді жатқызамыз. Сөздердің тіркесуі арқылы жасалған сын есімдерге қоңырала, бидай өңді, торы төбел, тым ұзақ, қою қалың қара, ақ шулан, ақ шабдар тағы сол сияқты сөздерді жатқыза аламыз. Сын есімдер жасалуына қарай негізгі сын есімдер және туынды сын есімдер болып екі топқа бөлінеді. Негізгі сын есімдер ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалады. Мысалы, көк, сыпайы, кермек, жабайы, таза, шабан, асау, тағы сол сияқты. Ал бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз туынды сын есімдер. Туынды сын есімдер екі түрлі жолмен жасалады. Бірінші, есім сөздерге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Екінші, етістіктерге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сын есімнің ішіндегі осы туынды сын есімге арналған болғандықтан, туынды сын есімге кеңірек тоқталып өтеміз. Мына жерде көріп отырғандарындай екі кесте берілген. Бірінші кестеде есім сөзден сын есім жасайтын жұрнақтар берілген, жанында мысалдар тұр. Яғни жұрнақтар л, л, д, д, т, т, с, сіз, ғ, г, қ, к, лық, лік, дық, дік, тық, тік, шыл, шіл, шаң, шең, дай, дей, тай, тей, кер, гер, қой, қор, паз, паз, и, э. Бұл жұрнақтар есім сөзден сын есім жасайтын жұрнақтар тобына жатады. Ал екінші кестеде етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар берілген, жанында мысалдары тұр, бұны да дәптерлеріңе сызып, жазып қойыңдар. Яғни етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтарға мыналар жатады. Ғақ, гек, қақ, кек, ақ, ек, ық, үк, к, қ, ғыш, гіш, қыш, кіш, ғыр, гір, қыр, гір, шақ, шек, ыңқы, інкі, ұңқы, үнкі, үнді, 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 малы, мелі, палы, пелі, балы, белі, ымды, імді, 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 аған, еген, улы, үйлі, маме, бабе, папе. Сын есімдер мағынасына қарай сапалық сын есімдер және қатыстық сын есімдер болып екі үлкен топқа бөлінеді. Сапалық сын есімнің тікелей өзі, яғни заттың түр түсін, сын сапасын анықтайтын сөздер тобы. Мысалы, жасыл алқап, қандай алқап, жасыл алқап, сарғыш гүл, қандай гүл, сарғыш гүл, ұзын көше, қандай көше, ұзын көше, жуас жылқы, қандай жылқы, жуас жылқы, тағы сол сияқты. Ал қатыстық сын есімдер, қатыстық сын есім заттың сын сипатын басқа сөз табының қатысы арқылы білдіреді екен. Мысалы, орманды алқап, гүлді өңір, алмалы бақ, әдепті қыз,
қасиетті адам, құдіретті сөз, ақылды бала, дәмді тағам, өнерлі оқушы. Яғни, мына жерде қарап отырсаңдар, өнерлі оқушы. Оқушы дегеніміз кім деген сұраққа жауап береді, яғни ол зат есім. Өнерлі қандай оқушы? Өнерлі оқушы. Бұнда бұл бір адамға қатысты екенін білдіріп тұр. Мысалдарымен дәптерге жазып қоямыз. Сын есімнің сөйлемдегі негізгі қызметі анықтауыш. Біп-биік тау шыңы көгілдір аспанмен тілдесіп тұрғандай. Қандай тау? Біп-биік тау. Қандай аспанмен? Көгілдір аспанмен. Сын есім ілік септікте тұрып та, заттанып келіп те анықтауыш бола алады. Мысалы, жақсының сөзі балдай, жаманның сөзі удай деген мақалды алып қарайтын болсақ, кімнің сөзі балдай? Жақсының. Кімнің сөзі удай? Жаманның. Екіншіден, жіктік жалғауын меңгерген сын есім сөйлемнің баяндаушы бола алады. Туған жер, сен неткен көріктісің? Сіз осы әулеттің үлкенісіз. Яғни бұндағы көріктісің, үлкенісіз деген сөздер сын есім болып тұрса да, сөйлем соңында келгендіктен баяндауыш қызметін атқарып тұр. Үшіншіден, сын есім етістіктің алдында тұрып, қалай деген сұраққа жауап берсе, пысықтауыш болады екен. Үйдің ауласындағы заттар ұқыпты жиналыпты. Сөйлеушінің судай есілген, тыңдаушың бордай езілген. Бұл жерде судай, бордай, ұқыпты деген сөздер қалай деген сұраққа жауап береді. Және бұлар сын есім бола тұра пысықтауыш қызметін атқарады. Сын есім көптелмейді, септелмейді және тәуелденбейді. Бұл жалғауларды жалғаған жағдайда сын есім зат есімнің орнында жүреді. Сын есімнің зат есім орнына жұмсалуын сын есімнің заттануы деп атаймыз. Ақылды байқап сөйлейді, ақымақ шайқап сөйлейді. Бұл жерде ақылды ақымақ деген кезде кім деген сұрақты қоямыз, және бұл сын есімнің заттануы ретінде жүзеге асырылады. Ақылды ақымақ адам бастауыш қызметін атқарса, еріншектің ертеңі бітпес, еріншектің ертеңі бітпес деген жерде кімнің еріншектің адамның бұл жерде анықтауыш қызметін атқарады екен. Сын есім барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септіктерінің жалғауын меңгеріп, заттанып, толықтауыш қызметін атқара алады. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа. Бұл жерде кіммен деген сұраққа жауап беріп тұр, және де толықтауыш қызметін атқарады екен. Білімдіден үйрен. Кімнен? Яғни бұл жерде шығыс септігінің жалғауы жалғанып тұр, толықтауыш қызметін атқарады сөйлемде. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Жасы кіші болса да, ақылдыны аға тұт. Жақсыда жаттық жоқ. Яғни бұл жерде келтірілген мысалдардың барлығы жақсымен, жаманмен, білімдіден, үлкенге, кішіге, жақсыда, ақылдыны деген сөздерде қою жазумен жазылған. Осы сөздерде барыс, табыс, жатыс, шығыс көмектес септіктерінің жалғауы жалғанған. Және де бұлар заттанып тұрған сын есімдер сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Сын есімнің түрленуі, оның шырай формасына енуі. Шырай тек сын есімге тән форма. Бір тектес заттардың сапалық белгісінің не артық, не кемдігін сапа белгісінің әртүрлі дәрежеде болу қасиетін білдіреді. Сын есімнің екі түрлі шырайы болады. Бірінші шырайы салыстырмалы шырай. Біргелкі сындық белгінің бірінен екіншісінің артық немесе кемдігін салыстыру арқылы көрсетіледі. Салыстырмалы шырай жасайтын жұрнақ түрлері рақ-ірек, рақ-ірек, лау-леу, дау-деу, тау-теу, ғыл, ғылт, қылт, ғылтым, қылтым, шыл, шіл, шылтым, шілтім, ғыш, ілдір, аң, қай, ша, ше. Мына жерде кестеде көрсетілген жұрнақ түрлері мен мысалдарын дәптерге көшіріп жазамыз.
Екінші, күшейтпелі шырай біркелкі сандық белгінің бір-біріне өте артық не өте кем екенін көрсетеді. Күшейтпелі шырайдың жасалу жолдарына тоқтала кетсек, сапалық сын есімнің алдына күшейтпелі буындардың үстелуінен жасалады. Әп-әдемі, жып-жылы, сеп-семіз, тап-таза, үп-үлкен, аппақ. Күшейтпелі шырай жасаушы буындар дефис арқылы жазылады. Тек аппақ, көкпеңбек сөздері ғана бірге жазылады екен. Бұны есте сақтаймыз. Екіншіден, күшейтпелі шырай сапалық сын есімдерге өте, тым, аса, ең, тіпті, нағыз, орасан, өңшең, кіл, кілең күшейткіш үстеулерінің тіркесу арқылы жасалады. Бұл күшейткіш үстеулер сапалық сын есімнің алдынан бөлек жазылады екен. Өте әдемі, тым биік, аса терең, ең мықты, тіпті ұзақ, нағыз шешен, орасан шыдамды, кілең күшті, тағы сол сияқты мысалдар келтіруімізге болады. Шырай жасауға негіз болатын сапалық сын есімдер қосарлану, қайталану негізінде жасалған күрделі сын есімдер, яғни дефис арқылы жазылады екен. Жақсылы, жаманды, биік, үлкен, кіші. Күшейткіш буын арқылы жасалған күрделі сын есімдер де дефиспен жазылады. Жап-жақын, үп-үлкен, сұп-суық. Тек ақ, көк сөздерінің жасалған күрделі сын есімдер бірге жазылады. Әппақ, көкпеңбек. Тіркесу арқылы жасалған күрделі сын есімдер бөлек жазылады. Қара көк, сарала, қызыл шырайлы, ат жақты, қою қара сақалды, ұзын бойлы, тағы сол сияқты. Күшейткіш үстеу арқылы жасалған күрделі сын есімдер бөлек жазылады. Ең әдемі, шым қайғара, тым аласа, кілең жүйрік, орасан зор, өте ақылды, тағы сол сияқты. Енді бүгінгі тақырыпқа арналған тапсырмалар. Бұл тапсырмаларды орындайсыңдар, дәптерге орындап болғаннан кейін маған кері байланыс орнатасыңдар. Яғни дәптерге жазғаннан кейін фотоға түсіріп, электронды почта арқылы немесе WhatsApp арқылы маған жолдауға болады. Ал үй тапсырмасын мүмкіндіктеріңше компьютерде, ноутбукты немесе телефондағы Word программасы арқылы жазып, маған параграф желісі арқылы жолдауларың керек. Яғни параграф платформасы арқылы кіріп, маған тапсырмаларды орындап жіберсеңдер, мен сол арқылы бағалаймын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.